Егер сіз тойыңды бірақ жеңіл әрі пайдалы салат іздесеңіз, бұл рецепт сізге арналған. Сәлем достар, бүгін сіздерге ақуызға бай өте дәмді және пайдалы грузин ұлтының Тбилиси салатын дайындап көрсетемін. Бұл салаттың ерекше үйлесімі мен хош иісі сіздерді бейжай қалдырмайтыны анық. Сонымен бізге керекті ингредиенттер: сиыр еті, қызыл бұршақ, болгар бұрышы, қызыл пияз, грек жаңғағы, көкшептерден аскөк, кинза, ақжелкен, дәмдеуіштер менен зәйтүн майы және де лимон керек болады. Ең алдымен қызыл пиязымызды майдалап турап, лимон согына маринадтап қоямыз. Салаттың дәмін бұзбас үшін болгар бұрышының ішіндегі дәндері менен ақ қабыршықтарын алып тастаңыз. Олар салатқа ащы дәм береді. Видеода көрсетілгендей болгар бұрышын ұзынша жіңішке етіп турап аламыз. Алдын ала піскен етімізді де ұзынша жіңішке етіп турап аламыз. Салаттың барлық ингредиенттерін бірдей етіп турайтын болсаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі көрінетін болады. Ал енді көкшептерден аскөк пен кинзаны майдалап турап аламыз. Грек жаңғағында майда етіп турап аламыз. Консервадағы қызыл бұршағымызды және де маринадталған пиязымызды салатқа қосамыз. Ал енді салаттың тұздығын дайындаймыз. 2-3 ас қасық зәйтүн майына, жарты шай қасық ас тұзын, кішкене қызыл бұрышты және де лимон шырын қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған тұздықты салаттың үстіне құйып, салатты жақсылап араластыратын боламыз. Осымен Тбилиси салатымыз дайын болды. Тәрелке салып, әдемілеп ұсынамыз. Ораза айында дәл осы салатты жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Салат өте жеңіл, тойымды және де өте пайдалы. Сіздерге осындай салат ұнайды ма? Пікірге жаза кетіңіз. Сіздермен болған мен Назерке. Видео ұнаса лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Маған тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Менің басқа да видеоларымды, басқа да рецептерімді көріп, лайк басып, пікір жазыңыздар. Сіздердің әрбір лайктарыңыз мен үшін үлкен қолдау. Қазақша контентті қолдаңыздар.